Мен Шакенова Гаухар Арстанбекқызы, 1974 жылы туған күнім 6 сентябрь. Енді Гаухар, қаңтардың 4-і, 5-і, 6-сы бүкіл қазақ елінде көтеріліс болғанын білесіз. Көкшетауда не болды? Сіз қайда бардыңыз? Қалай өтті? 4-і күні халық жиналды Дворец культуры Көкшетаудың алдында. Жиналғанда көп адамдар болды. И телефонды маған бір досым хабар жіберді. Міне жиналып жатыр адамдар. Ең бірінші мешіттің жанында деді. Мешіттің алдына бара жатқанда адамдар көрмедік. Сосын обычно тәуелсіздік деген площадь бар бізде. Гостиница Көкшетаудың жанында. И сол араға бара жатқанда бізді мен, Марат Жанұзақов и Қуат Мұхамеджанов үшеумізді тоқтатты. Менде прямой репортаж бар сол тоқтатқан жерде. И бізді алып кетті. Біз 8-дің маңайында сағат 11-ге дейін сонда ОВД Көкшетау Сатпаеваға дейін сонда болдық. Сіздерді тоқтатқан кезде себептерін айтып түсіндірді ма? Не үшін тоқтатты, не үшін алып кетті? Құжаттарды көрсетті ма? Дәнеме көрсеткен жоқ. Бізді осылай пройдете с нами деді. Ешқандай объяснение, ешқандай қағаз, ештемеде жоқ. Бізді соңымыздан постоянно осы митинг күндерді постоянно аңдып жүретінді артымыздан. Таң ата бастап, олар үйден шығып атқанда уже сразу алып кететінді. Біз білдік алып кететінімізді. Қалықтан қалмайық, жай қалмайық деп, все равно шыққанбызды. Олар біздің соңымыздан мәшінбен жүрді да. Сосын бір 8-9 адамдар айналып келді барлықтарымызды. Сонда белсенділерді алдын ала алып кетіп отырды, е? Алып кетіп отырды. Ештеңе көрген жоқ біз ешқандай көліктерін, қағаздарын. Бізді сразу машинге, үлкен машин, газель сияқты. Сонда апарды, тықты. И біз кішкене қарсылық көрсеттік. Ұрыстық ешқандай приказда неме жоқ, какое право имеете деп 4-і күні. И алып кеткенде сағат 11-ге дейін ұстады. Уже о кезде сағат 11-ден шығып атқанда уже отцепление болды. Бүкіл Дворец культурын Көкшетаудың халықтардың жиналған маңайы уже өте алмайсың. Полиция толып тұрды. Біз көрдік, что онда кіре алмаймыз. Кірсек қайтадан бізді алып кетеді. Жалпы 4-і, 5-і күндері Көкшетау бойынша қанша адам шықты алаңға? 1000 адамдан кем болған жоқ. 1000 адам точно болды. Олар бірінші күні жиналғанда достарым сонда болған, арасында болғандар, олар айтты. Видеода бар. Ғайса келді, Ғайса тұрды. Ғайса деген қала әкімі ме? Ғайса біздің қаланың әкімі ғой. Ғайса тұрды и сөз сөйлегенде ертең сағат 6-сы күні, ертең сағат 10-да барлықтарын тосам. Барлықтарыңдар шығындар площадьқа келіңдер, акиматтың жанына. Барлықтарын кімде қандай претензия бар, қағазға жазыңдар, мен алам. И сағат 10-ның маңайында адамдар жинала бастағанда 100 адамдан кем болған жоқ. Уже сразу сол момент Ғайса өзі келмей, өзі шықпай, ОМОН барлықтары бүкілі келген адамдарды қағаздарымен автобустарға толтырып әкетіп атты. Жаңағы әкімнің сөзіне сеніп келіп жиналған адамдар? Иә. Әкімге сеніп келген адамдар барлықтары қамалды. Келіп атты, көп адамдар жиналып атты. Оларды еще кешке дейін ұстап атты адамдарды. Өйткені кешке сағат 6-ның маңайында мен естідім, что біздің адамдар набережныйда жиналып атыр. Сосын мен таксиға отырдым да шығып кеттім. О кезде уже не жоқ. О кезде уже интернет жоқ. И хабарласуға связь жоқ. Біз ойладық, қалай хабарласамыз.
соны отырдым, таксисті осылай қолмен тоқтаттым, набережныйға барып едік. Ол жақта көп, бір 500-600 адамдай тұрған сияқты. И полиция толған. Мен ойладым, қайтадан олар мені тоқтатады. Қайтадан олар мені алып кетеді. Сол кезде, когда Ғайса барлығын тоқтататқанда, нетатқанда, Ғайса емес, ОМОН барлықтарын тоқтатып атқанда, барлықтарын қамап атқанда, мені барғым келді. И сол жаққа бара жатқанда, ең бірінші жұмысқа Бауыржанмен барайықшы деп, жұмыс жаққа, стройка жаққа барайықшы деп біз бара жатқанда, полициялар барлықтары соңымыздан жүрді. Біз стройка кірдік, халықтардың көңілдерін сұрадық, қалайсыңдар, не шығасыңдар ма, не етесіңдер ма. Олар настроение боевой болғанын көрініп тұрды. Сосын біз, міне, Дәулет досымыз келе жатыр Қызылтудан. Соған барып хабарласайық, сөйлесейік, не істейміз деп сол кезде солай ойланып жүргенде, Шанхайға бара жатқанда 2 машина келе қалды да. Біреу Бауыржанға, біреу мен соңынан. Сосын біз қарсылық көрсеттік, берілген жоқпыз. Не үшін ұстайсыңдар? Заң жоқ, қағаздарыңыз жоқ, ешқандай распоряжение жоқ біз туралы. Просто самовольно жүресіңдер біздің соңымызда аңдып. Ондай негізі мен праваларды бұзылып тұр ғой, мен соны сезіп тұрмын. Олар не үшін аңдып жүрсіздер? Өйткені біз активист. Басынан халықты ұйымдастырып митингіге алып шығады деп жасқанып жүрді ме? Иә, біз 4 күні, январьдың 4 күні кездестік барлығымыз, 4-іміз, и видео обращение жаздық. Біз қорқтық, осы Көкшетаудың жігіттерін, ОМОН барлықтарын Жаңаөзен жақтарға жібереді деп. Қайтадан 11-ші жылы сценарий қайталмасын деп. Біздің жақтың, Көкшетау жақтың жігіттері қолдарын қан болмасын деп қорқтық. Сосын жазайықшы осы обращение. Біз қолдаймыз осы Жаңаөзен жігіттерін, осылай шығып атқандарын қолдаймыз. Өйткені осы 30 жыл бойы бізде халық әбден келіп кетті прямо. Жаңаөзенде тағы да қан төгіледі деп қорықтыңыздар сіздер? Қорықтық. Өте жағдай не? Қолдаймыз біз Жаңаөзенді, кішкене не текші деп. Шынымен де қорықтық. Қайтадан осылай атылады, қайтадан кінәсіз осы қазақ қырылады. Осы 30 жыл бойы біздің қазағымыз 3-ти сортқа жіберіп, басқа ұлттар 1-ші, 2-ші сортқа көтеріп, искусственно жасалынып атқан реформалар ғой. 30 жыл бойы қазақ кеміп келе жатыр, жағдайы түгелі нашарлап келе жатыр. Ал енді әкімнің тақырыбына қайтып оралсақ, қалай ойлайсыз? Неге әкім сіздерді шақырып алып, өзі келмей қойды, полицияға ұстап берді? Ол кісі сыйламайтын адам. Ол тек қана өзін ғана жақсы көреді. Осындай адамдар паразиты. Мен санаймын, сондай адамдарды паразит деп. Олар өздерін ғана жақсы көреді. Олар адамды жек көреді, тем более егерде ол адам бай болмаса, егерде ол адам адамның қолында билік болмаса, оған ол адам емес. Яғни әкім күні бұрын жоспарлады осының барлығын сіздерді ұстап беру үшін, не? Солай ойлайсыз? Мен ойлаймын, провокатор ол. Осы 15 сутка қамалған жігіттер, олардың семьялары бар.
олар жақсы өмірден шығып жақсы өмір көргесін шығып тұрған жоқ қой. Оларда, может быть, осы жастардың квартиралары жоқ шығар. Может быть, олардың туыстарында, может быть, ауру адамдар бар, олар ем ала алмай жүрген шығар. Может быть, балаларын оқыта алмай жүрген шығар. Осы қымбатшылық, осы минимальный зарплата Зимбабведан кем болғасын ашуланып шыққан шығар. Может быть, олардың үйлері жоқ шығар. Понимаете, бізде қымбат қала и минимальная заработная плата. Осы егерде біздің қаланың ішінде осы жаңа новостройкада квартиралар $1000 болып тұрғанда, а минимальная заработная плата $100 болғанда, ол кісі қашан алады? Қашан алады квартира? Қалай ол балаларын өсіреді? Қалай ер балаларына ет алады, жұмыртқа алады? Вообще негізі біздің осы болашағымыздың, балаларымыздың денсаулығы тоже ойлау керек қой. Сіздің өзіңізге қатысты қудалау болды ма? Полиция басқармасына алып кетіп 15 тәулікке қамау, айыппұл салу осы сияқты? Менде болды, былтыр. Жоқ, осы қаңтар көтерілісі, 4-і, 5-і, 6-сы. Жоқ, олар мені бір рет тоқтатты 5 күні. Жігіттер жиналып атқанда, халық жиналып атқанда, дворец культураның алдында 3 сағат, 2 күні, 6 күні олар мені тоқтатқан жоқ. Мені қамаған жоқ па апарып сізді? Жоқ, қамаған жоқ. Мен қашып жүрдім просто. Просто олардың қолдарына түспей жүрдім. Олар мені ұстап алам деп, ұстап алатын кезде осы Шанхайдың адамдары мені просто-напросто отбили. Бермеді олардың қолдарына. Кішкентай Көкшетауда қалай қашып жүрдіңіз? Олар не қылып ұстай алмады сізді? Интернет болмады. Телефонный связь болмады. Сөйтіп ұстай алмады. Ал жалпы осы күнде қаңтар көтерілісінен бері міне 4-ші ай кетті. Қудалау, артыңызға түсу, аңду бар ма? Иә, бар. Қалай мысалға көзіңізбен көргеніңізді айтсаңыз? Олар мені жай жіберіп тұрған жоқ. Олар мені постоянно митинг объявлять еткенде, мен өз бетімен шығып атқанда, олар мені митинг сағат 11-12-ге объявляться етсе, олар сағат 10-дан мені уже ұстап кетеді. Бір емес, 2 рет. Не деп ұстап алып кетеді? Олар маған қағазды көрсетпейді. Олар мен көріп тұрам, не участковый. Участковый жан жақтан 3-4 адам, прямо мен әйел адам көтеріп алады, машинге тығады да кетеді. Яғни заңсыз адам ұрлау. Заңсыз адам ұрлау. Осындай фактілерден біріміз бірнешеу болғанын айтып отырсыз. Сіз шағымдандыңыз ба антикорға, прокуратураға, тағы басқа құзырлы органдарға? Жазып жүремін мен прокуратураға. Қаңтардан кейін мені бір рет осылай митингқа бара жатсын деп, сағат 10 кезінде Мараджан Мұзақовтың үйінің жанында алып кеткенде, мен адвокатты требовать еттім. Өйткені сендер қазір мені өтірікпен күйдіресіңдер, сендер қазір мені соясыңдар, сендер мені қазір денсаулығыма зиян жасайсыңдар. Маған еще жұмыс істеуім керек, мен әлі балам бар, асырайтын. Кішкене сол кезде адвокатты требовать еттім. Олар постоянно видео жазған үшін, осы сендер қай телефонмен видео жаздыңдар, неге видео жаздыңдар, сондай сұрақ. Ол сіздің жеке басыңызға қол соғушылық емес пе? Конечно. Сотқа беріп көрдіңіз бе, адвокат жалдап? Менде бар ғой осы факттар. Осы сотқа сенім жоқ. Осы соттар түгелі провластные, бесполезны. Мен тек қана бюджетімнан шығым шығады деп мен өзім ойлаймын. Әділеттік жоқ деп ойлайсыз? Әділеттік жоқ. Сіз екеуміздің әңгімеміз толықтай жазылып жатыр, артынан монтаждалады, бірақ бір ауыз сөзіңізді қимаймын. Не дейді, YouTube арнасына жүктеледі? Қарсылығыңыз жоқ па? Жоқ. Және де сіз айтқан сөздердің түгелін Швециядан Ботагөз Иса ханым бар,
Алматыда Евгений Жовкис бастаған заңгерлер құжаттап халықаралық қауымдастыққа ұсынады. Бәлкім сізге қол ұшын беруі мүмкін жаңағы заң орнату үшін. Осы уақытқа дейін халықаралық ұйымдардан сізге қол ұшын созып, әділеттік орнатқысы келгендер болды ма? Болды. Былтыр 28 февраль күні, былтырғы 28 февраль 21 жылда мені сот 87 мыңға штраф салды. Ең бірінші олар мені 15 сутка қамағысы келді, бірақ та мен қолымда бала болғасын әлі жетпеген. Аман ғой. Да. Айыппұл төледіңіз бе? Жоқ, Human Rights деген не организация маған сол штрафты төлеп берді. Но содан кейін жаздың күні менде уже 2 сот өтті. Мен ол екеуі біріншіні выиграть деп жатқанда, екіншіден проиграл, менде общежитиемді тартып алды. Мен общежитиемді тартып алды. Өйткені мен оны приватизацияға жасамағанды. Яғни сізге әртүрлі қысымдар бар осы. Енді өзіңіз... Это мое единственное жилье. Мен басқа квартирамда неме жоқ. Олар тартып алғаны негізі дұрыс емес, өйткені менде балам әлі несовершеннолетний болады. Өзіңіздің қоғамдық жұмыстарға араласып жүргеніңізге бір ағыз уақыт болды. Осы Көкшетаудағы қоғам белсенділерінің бірісіз ғой. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз? 30 жыл Назарбаевтың жүйесін ұштадық. Тоқаевтың жүйесі енді орнап жатыр. Сену керек, мүмкіндік берек дейтін азаматтар бар. Біз қазақ ояндық деп жартымыз айтамыз, жартымыз әлі оянған жоқпыз деп жатырмыз. Бұл жүйені өзгерту мүмкін бе, жоқ әлде екеуміздің көзіміз көрмей ме? Мен ойлаймын, осы 30 жыл бойы біздің қазағымыз сеніп, уже сенімден қалған сияқты. Ең бірінші. Осы 30 жыл бойы реформа келе жатыр, отрицательная реформа болып шықты, пенсионный реформа болсын, любой закон біздің қазаққа қарсы болып шықты. Пенсионный болсын, закон о здоровье, законы все вот эти по образованию, оны түгелін результатын қазір біз көріп жатырмыз. Жоқ, сенім жоқ, это ең бірінші мен айтатыным. Сенім жоқ. Үміт бар ма тым құрғанда? Жоқ. Үміт те жоқ па сізде? Үміт те жоқ. Ештеңе өзгерген жоқ. Осы Назарбаевты біз неттік, осы... Сізде үміт жоқ болса, онда неменеге бұл билікпен алысып шапқылап жүрсіз? Мен осы нелерге ешкімге сенбеймін. Осы билікке қазір мен сенбеймін. Ешқандай не болмайды, өзгеріс болмайды, пока олар кетпей. Оларды кетіруге мүмкіндік бар ма? Конечно. Яғни үміт бар. Өзгеріс болады, бұл жүйені құлатқанда да ойлайсыз. Иә. Ол күн қашан туады? Ол күн. Міне біздің келе жатыр. Өйткені осындай не қаңтар айы, это была репетиция деп ойлаймын. Это не состоявшаяся революция деп ойлаймын. Ал енді осы сіз айтқан жаңағы болмай қалған революция. Артында біреулер айтады, Нұрсұлтан Назарбаев тұрды. Енді біреу айтады, Тоқаев пен Назарбаев бірігіп істеді дейді. Енді біреулер айтады, Назарбаев, Тоқаев, Путин үшеуі бірігіп істеді дейді. Енді біреулер айтады, стихиялық митинг болды, бірақ билік пайдаланып кетті дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл митингтің артында біреу тұрды ма? Осы митингтің артында ешкімді тұрған жоқ. Осы халық жақсы өмір сүргісі келіп шығып тұр. ОДКБ кірмесе, может быть, өзгеріп кетуші еді. Қосарыңыз бар ма? Бар. Айтыңыз. Шығады халық. Осы өмір өзгереді, осылай қалмайды. Өйткені әділсіздік те,
көп ұзамайды никогда. Осы диктатура, авторитаризм ол никогда көп ұзамайды. Өйткені негізі біз қазақпыз ғой, біз намысты халық, олар шығады. Түбі демократия орнайды. Обязательно. 1-2 жылда бола ма? Биыл да болатын шығар. Міне болатын шығар. Әумин, айтқаныңыз. Халыққа сенбей өмір сүруге өте қиын. Өзгеріс болмайды деп айтуға Келіспейсіз. келіспеймін. Өйткені біздің халық намысты халық қой. Осы өз-өзіңе сенбей, өз-өзіңді алдап жүруге қиын екен. Әне анау бізді байытады, мынау бізді байытады. Ондай болмайды. Біздің қолымыздағы тұрған солай байытады деп 30 жыл бойы біздің байлығымызды бүкіл әлем байды, қазақ кедей болып кетті. Ондай болмайды. Біз қайтаруымыз керек. Әділдік болу керек. Осы біз көтерілсек, байып кетсек, онда біз басқаша ойлануға бастаймыз. Біз болашақты ойлануға бастаймыз. Біз бір-бірімізге көзқарасымыз түгілі өзгереді. Біз бір-бірімізге жылы қарауға бастаймыз. Қазіргі қазақ қонақ келмесе екен, по звонку приходите. Ол бізде одай болмаған заңдарды кіргізіп жатыр. Оны кім жасап жатыр? Ол нашар тұрмыс кіргізіп жатқан. Понимаете? Ондай болмайды. Жақсы болады. Алла әділ жақта жүреді, болады ғой. Алла әділге жақын ғой, и бізде өзгеріс болады. Соған сенемін.